Ассалаумағалейкум армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмадан Жарқынбекұлы. Қазір бүкіл әлемге кең таралып жатқан мына Қытайдағы жаңа типтегі коронавирустық өкпе қабыну ауруы қазір тағы бір белеске көтерілді. Қазір осы уақытқа дейінгі санаққа негізделгенде Қытайдың өзінің билігінің айту бойынша 1300 адам осы жаңа типтегі вируспен жұғымдалды деп айтып жатыр. Ал енді Америка, ақш-тың мамандары бұл тек 1% ғана көрсеткішті көрсетеді. Өйткені Қытай билігі бұрыннан осындай қатаң ауыр жағдайларды жасыру сондай әдеті бар. Яғни өтірікті көп сөйлейді, шындықты көп жасырады. Сондықтан 1% ғана айтып отыр деген болжамды айтады. Яғни ол ауру 1300 емес, яғни 130 мың адам жұғымдалған болу деген мүмкіндікті айтады. Енді бұл ауру осы уақытқа дейін соның ішінде Қытайдың өзінің билігінің айтуы бойынша 237 адамның жағдайы ауыр, мүшкіл халде дейді. Осы уақытқа дейін бүкіл әлемде 12 мемлекетке осы ауру тараған. Әдепі Жапон, сонымен астаған Аустралия, Кореядан Америкаға дейін, осы бірнеше күнде тіпті Мексика елдерінде де осы ауру байқалған. Енді бұл ауру көбінесе жұғу ерекшелігі үлкен кісілерге оңайырақ жұғады. Яғни үлкен кісілерде басқа қосымша аурулар болса, мысалға қантты несеп ауруы, немесе жоғары қан қысым, сол сияқты басқа да бүйректің аурулар деген сияқты қосымша аурулар болса, иммунитет төмен болған жағдайда үлкен кісілерге тезірек жұғу ықтималдығы үлкен болады. Ал енді жастар мен балаларға бұл аурудың, бұл вирустың жұғуы өте ондай тез жұға қоймайды екен. Зерттеу нәтижелері соны көрсетеді. Енді бұл аурудың алғашқы жасырыну мезгілі орташа 7 күн деп айтылады. Тез болғанда 2-3 күнде, яғни осы ауру тез көріліп, байқалып, жаңағы адамның өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Созылғанда 10-12 күн немесе 14 күнге дейін созылуы мүмкін. Ауру белгілерін айта кетсек, дегенде температура беруі мүмкін. Төмен температура немесе жоғары температурада адам қызуы мүмкін, ауру науқас. Көбінесе жөтел болғанда құрғақ жөтелі мүмкін. Сонымен қатар дем алуы қиындасып, кеудесі қысылуы мүмкін. Осындай ауру белгілері көріледі. Сонымен қатар жаңағы көбінесе сол үлкен кісілерде бұл тез көріледі дейді. Сондықтан үлкен кісілер өте мән беріп, жаңағындай сақтық қолданғаны абзал. Әрине, сақтықта қорлық жоқ, қысқасы. Енді 40 жыл қырғын келсе де, ажал келген өледі дейді ғой. Өзіміздің қазақта сөз бар. Бірақ енді сақтықта қорлық жоқ. Сондықтан жаңағы сақтық шараларын айта кететін болсақ, мысалға алдыңғы видеоларымызда айтқанымыздай маска тағу, қолды көп жуу, әсіресе ақша алып, ақша берген кезде қолды сабындап жуу, немесе спиртті сұйықтықпен жуу, шай суымен жуу деген сияқты. Сонымен жаңағы тағы бір осы вирустардың көп жиналатын жері киборд, жаңағы компьютердің немесе ноутбуктың жаңағы баспа тақталарында көп жиналады. Сондықтан сол жаңағындай офиста отыратындар, компьютердің алдында көп отыратындар, компьютермен ноутбукпен көп жұмыс жасайтындар, сол компьютердің тақталары, перне тақталарын көп тазалау керек. Соған да мән беру керек. Сонымен қатар жаңағы түшкіргенде, жөтелгенде аузын басып алу деген сияқты. Осы сақтық шаралар көп айтылады. Енді бұл ауру осы 2-3 күн бұрын Шыңжаң өлкесіне де келіп қойды. Үрімжі қаласында байқалды. Яғни бұл енді біз енді Қытаймен көршілесе болғандықтан бізге кіру қаупі әрине өте жоғары. Бәлкім кірді, кірмейді, енді анық дерегі жоқ. Қазір Қазақстанда бұл ауру байқалды деген дерегі жоқ. Сондықтан қысқасы Қазақстанның есігін қағып тұр деп айтуға болады. Ал енді бұл ауруды тексеруді айтатын болсақ, тексеруде осы Германияның ғалымдары 3 күн бұрын осы ауруды жаңа тексеру әдісін тапқырлап шыққан. Ал енді бүгінгі хабарға негізделгенде, осы 26 қаңтардағы жаңа хабарға негізделгенде Сингапурдың ғалымдары
осы ауруды тексеретін жаңа типтегі тексеру таяқшасын тапқырлаган. Оның жаңағы тексеру да қолданылған техника жаңағы чип арқылы 3 түрлі вирусты тексереді. Тек қана жаңағы осы коронавирус емес, кезіндегі SARS вирусын пайда алған SARS вирусы, сонымен қатар тағы да бір түрлі сол жаңағы тәж тектес вирус, осы коронавирус үшеуде. Осы ең соңғысының аталуы 2019 nCoV. Осы жаңа типтегі коронавирус, осы 3 түрлі вирусты тексеретін осындай тексеру таяқшасын тапқырлаған. Енді ол әлі сол Сингапурдың денсаулық сақтау министрі жағынан мөлшерленіп отыр, қаншалықты қолданысқа жарайтыны. Егер де қолданысқа жараса, бұл енді бір жақсы жаңалық болып есептелінеді. Бұл ауру тез тексеріп, тез байқауға үлкен көмегі тиеді болады иншалла. Ағайын, енді қазірге осы әлемді шарпып тұрған осы қатерлі індет туралы жаңа мәліметтер айтып өттік. Сақтықта қорлы, қысқа сақтан жүргендеріңіз абзал. Ауырмаңыз ағайын, келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.